Бәріне сәлем, Қазақстанның жас программистері. Бүгін Unity'de Rigid Body компонентін қарастырамыз. Қысқаша, түсінікті, нақты. Ал ендеше кеттік. Алдымен Rigid Body не екенін түсіндіріп кетейін. Rigid Body Unity'de объектілерге физикалық қасиеттер беру үшін қолданылатын компонент. Мысалы, ауырлық күші, қозғалыс, соқтығысу. Мысалы, егер кубқа Rigid Body қоссақ, ол биіктіктен өзі құлайды, соқтығысқанда итеріледі. Ал енді оны қосып көрейік. Алдымен иерархиядан 3D Object Cube'ті қосамыз. Сосын инспектордан Add Component дегенді басамыз. Rigid Body деп жазып, оны таңдаймыз. Негізгі қасиеттерін айтып кетейік. Use Gravity объектіге ауырлық күшін қолдану. Mass салмағы. Drag тежеу, ауаның кедергісі. Ease Kinematic тек кодпен басқару үшін. Rigid Body қолданбасан да объектілер қозғалады, бірақ оларда шынайы физика болмайды. Енді сол кубқа кішігірім скрипт жазып жіберейік. Әрі қарай скриптті менен қайталап жазыңдар. Енді скриптті кубқа саламыз. Ойынды қосып тексеріп көрейік. Осы скриптпен Rigid Body'дің арқасында кубты қозғалтуға болады. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.